Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар алталаш. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Бір Ақтөбенің бір кеденінен 30 мың адам өтіпті бір күнде. Бірақ Қазақстан билігі Қазақстанға жалпы 98 мың орыс келді дейді. Ал Тоқаев масқара болғанда бірде-бір орысты кері қайтармаймыз деп өзінің шүлен, жомарт, сайқал, арамза бейнесін көрсетіпті. Бұл орыстар кімдер? Бұлар оккупанттар, бұлар басқыншылар, бұлар біздің ата жауымыз. Қазақ орыстан ешқашан жақсылық көрген жоқ. Яғни Путиннің қолында бір орысты шетелге шығармай қоюға мүмкіндік бар еді. Бір ұшақты шығармай қоюға, бір автобусты, бір көлікті шекарадан өткізбеуге, Ресейдің бүкіл кеденін жауып тастауға мүмкіндігі бар еді. Неге Путин 300 мың әскерді аламыз, барлық әскер жасындағы азаматтардың шетелге шығуына болмайды деп қойып, неге ұшақтарды ұшырып кедендерді ашып қойды? Демек, Путин орыстардың шетелге қашатынын күні бұрын өзі ұйымдастырып қойды. Және әлеуметтік желіде кез келген Путинді жамандайтын, және Ресейдің шовинистік бағытына кері әсер беретін демократиялық ұстанымдағы жазбалары 5 секундқа жетпей өшіріліп отыратын ресейлік әлеуметтік желіде ана шекара ашық екен, мына мемлекетке ұшақ бар екен, мына жерде ұшақ, мына әуежайда мынандай артық ұшақ қойылды. Бұдан ілгері Қазақстанға, Оралға күніне 5 мәрте ұшақ болса, енді 15 мәрте ұшақ ұшатын болды деген жазбалар тарайды. Неге? Оның бәрін Ресейдің сол желіні бақылап отырған КГБ-лары, шпиондары неғып білмей қалды? Неге бүкіл шекара ашық болды? Демек, бұл жерде Путин мен Тоқаевтың ортасында үлкен ойын жүріп жатыр. Ол Тоқаевқа әмір берді. Себеп Тоқаев Путиннің құлы, кәдімгі құлақ кесті құлы, кәдімгі құл, басыбайлы құл. Енді Тоқаевқа ол айтты, мен Қазақстанды жаулап аламын деді. Тоқаев онсыз да оның бір провинциясының бастығы сияқты. Ресей Федерациясының вассалды елі Қазақстан деген фейк, өтірік тәуелсіз елдің уақытша басқарушысы ғана. Тоқаев солай. Енді Қазақстанға кәдімгі қарулы әскермен, немесе тұтасымен танкіменен орыстың кіруінің керегі жоқ. Тоқаев сияқты құл тұрған кезде, Назарбаевтық, Тоқаевтық құл құтандар басқарып отырған Қазақстанда Путиннің қарулы армия жіберіп, танк жіберіп, зымырандар жіберіп, Қазақстанды соғыспен жаулап алуының керегі жоқ. Оған бар болғаны миллиондаған орысты қазақ жеріне аударып жіберсе ғана болды. Ал ол орысты бар деп қайтып айтады. Онсыз да қашып келген орыстарды Тоқаевтың өкіметі барлығына бір-ақ күнде ин жасап беріп, барлығына бір-ақ күнде ЖСН жасап беріп, барлығынан бір-ақ күнде банктік есепшот ашып беріп, ал біздің қатысты мекемелер оларға бір-ақ күнде ИП, жаңағы жарна шекті серіктіктерді тіркеп беріп отырған сәтте, шеттен келген қазақ қаңғып 35-40 мекемеден құжат жинап Қазақстанның азаматтығын әрең алғанда, орыстар сақ еткізіп, 2 аптаға жеткізбейтін уақытта Қазақстанның ықтияр қатында азаматтығында алып жатқан сол сәтте, енді бұл жоспардың тым жақсы бола қоймайтынын білген екеуі, бұдан да көп орысты бір-ақ күнде Қазақстанға қаптату үшін осы жоспарды ойлап тапты. Яғни, Тоқаев айтқан 98 мың орыс, ол жай сөз. Осыны санды 10-ға көбейтіңіздер. 98 мың дегені 100 мың. 100 мың дегені 1 миллион. Яғни Қазақстанға 1 миллион орыс кіріп қойды. Бұл Қазақстанды қарусыз жаулап алу. Бұл оккупация, бейбіт оккупация. Сіздер ойламаңыздар, біз бұдан бұрынғы лекциямызда айттық. Путин аталмыш форум өткізеді. Ол форумға бүкіл дүниежүзінен ешкім қатыспайды. Өзін өзі сыйлайтын тәуелсіз елден ешкім барып Путиннің форумына қатыспайды. Ол форумға тіпті Солтүстік Кореяның Мишель баласы да келіп қатыспайды. Түкіргені бар оның. Ол форумға сорлы болып, осы Орта Азияның қалың штандары мен стандары қатысады. Тоқаев барады. Ал Тоқаев не? Ол құл, ол ләппәй бегім, не әміріңіз бар, әміріңізге құлдық деп барды. Сөйтті де, енді қожасы мен құл екеуі ойын ойнады. Қожасы тапсырды, сен енді бір тәуелсіз ел құсап бір әртістік көрсет деді. Сөйтіп, ана сұмырай, мен Луганскі мен Донецкінің тәуелсіздігін мойындамаймын деді. Ал Қазақстандағы құлдың құтандар, вай пырай, батырмай, сабазмай, арысымай, қасқайып тұрысыңай деп сілекейлер ағып Тоқаевты мақтады. Біріншісі, Тоқаев оны мойындаса да, мойындамаса да, ол Путинға бәрібір еді. Оны бүкіл дүние жүзі мойындамайды. Сол Ресей, Иран,
тағы басқа бірнеше құлғытанның елдері ғана мойындады. Екіншісі, оған Тоқаевты бір тәуелсіз елдің тәуелсіз басшысы сияқты көрсету Путинға керек болды. Себебі Путин Тоқаевтың қолымен ақшаларын ары бері аударыстырып, керекті техника заттарын Тоқаевтың қолымен алып отырды. Үшіншісі, Тоқаев сияқты құл оған өте керек. Ол Қазақстанды еш соғыссыз орыстың құлы қылып береді. Сөйтіп ойын ойнаған. Енді тағы да ойын ойнап отыр. Қазақтың шекараны жауып тастауға мүмкіндігі бар еді. Біздің 100 мыңдаған құпия және ашық ұлттық барлау қызметі, неше түрлі құпия қызмет орындары, біздің ресми ашық деректегі 15-20 мың қарулы әскерлеріміз, полициямыз жеткілікті еді. Бірақ жоқ. Ұшақтарды қондырмауға мүмкіндігіміз бар еді. Бірақ жоқ. Оның барлығы не? Орыстарды кіргізу. Ал бұл орыстар ертең референдум өткізеді. Ол ертең әлемдік соғыс басталып, Путин атомын арда берде лақтырған кезде бұл орыстар референдум өткізеді. Сөйтеді де, сол орыстардың референдумымен Қазақстан Ресейге өз еркімен қосылады. Міне бұл жоспар. Міне бұл ашық жоспар. Ал қазақтарға не керек? Қазақтарға ұлтты ояту керек. Ұлттық арнадағы анау жыңғонған бақсыз сияқты Қызылбайпақ Сұмырай бар ғой. Қасына тағы бір саясаткер сымақ біреуді шығарыпты. Мынау ютубте өзінше білгішсіп, орыс-украин арасын талқылағансып отыратын биліктің қорадағы байлаулы иті кәдімгі жемдеген қандені, бір арық қанден және Қызылбайпақ қанден екеуі отырып алып, ойбай, мына қазақтар, сұмырайлар, оңбағандар студенттерді майлап отырған үйінен қуып шығыпты, жалдап отырған квартирасынан айдап салыпты деп екеуі жатып кеп қазақтарды сындап жатыр екен. Ұлттық арнадағы әне бір шолтаң-шолтаң еткен, тыржың-тыржың еткен, жын қуған бақсы сияқты өзінше тәуелсіз журналистке ұқсағысы келіп жүрген ана Сұмырайды айтамын. Анығында бұлардың барлығы биліктің үруге рұқсаты бар иті, аңырауға рұқсаты бар есектері. Ал шынында олар кінәлағыш болса, Тоқаевты кінәлауы керек еді. Ұлттық арнада қасқайып тұр. Неге? Шекараны ашып берген Тоқаев, келген орыстардың мінген ұшақтарының қазақ жеріне қонуына рұқсат берген Тоқаев, келген орыстарға барлық жағдайды жасап құжаттандырып жатқан Тоқаев. Ал қазақ орыстар 5 есе ақша беріп отырса, квартиранты студентті қуып жіберіп орнына орысты берсе, оған квартираның иесі кінәлі емес. Егер сондай миллиондаған адам келсе, дүниедегі ең патриот дейтін жапондар да сөйтеді. Оған ақша керек. Дүниедегі ең ұлтшыл деген еврейлер де сөйтеді. Оның да квартира берушілеріне ақша керек. Себебі ол оның территориясының ішінде. Ол территорияның ішінде. Сен кәдімгі 1 теңгесін 2 теңге қыла алмай жүрген жұрттан кәдімгі сезімдік патриоттықты сұраудан ілгері алдымен осыншама миллиондаған адамды біздің жерімізге қаптатып қойып отырған мына сұмырай, азғын, сатқын биліктен не үшін осын істедің деп сұрауың керек еді. Егер билік осыншама орысты қазақ жеріне қаптатпағанда, Қазақстандағы квартира иелері бұрынғы квартиранттарын қуып шығып, орнына орыстарды кіргізбес еді. Мұндай алай-дүлей заман болмас еді. Адамдардан сен адамгершілікті, немесе бір моралдық биіктікті талап қылуға сенің қақың жоқ. Бірінші, біздің заңда, конституцияда белгіленген Қазақстан азаматтарының құқы тапталмауы керек еді. Мемлекетіміздің тұтастығы қорғалады. Сол үшін біз салық төлейміз. Сол үшін Тоқаевты өтірік болсын халық президент деп отыр. Сол үшін ана Сұмырай арамыза азғын министрлер отыр. Сол үшін ана арамыза азғын депутаттар, бір мемлекеттің жаңа заңын жасаушылар, лаумейкерлер болып отыр. Сол үшін ана қалың Сұмырай билікте отырған Сұмырайларды бағып отырсың. Енді олардың барлығының мойнынан жауапкершілік түсіп қап, қарапайым өзінің 1 теңгесін 2 теңге қылам деп жүрген, мойнында ешқандай мемлекеттің құзырлы жаңағы мекемелерінде болады, отан қорғау, шекара қорғау, заң жасау, заңның атқарылуын қадағалау туралы міндеттемелер жоқ. Қарапайым азаматтан сен не қылған жауапкершілік сұрайсыңдар? Мынандай логика бар ма? Сен түйешіден сен балық туралы сұрайсың ба? Сен етікшіден жүрекке операцияны қалай, жүректі қалай тігу керек деп сұрайсың ба? Сен хирургтен, сен кардиологтан сұрайсың жүрек туралы. Балықшыдан балық туралы, түйешіден түйе туралы сұрауға тиіссің.
мемлекетті қорғауға тиісті. Халықтың алдында осы ұлтымыздың, мемлекетіміздің барлық мүддесіне жауапты құзырлы мекемелер туралы ауыз аша алмайтын ұлттық арнадағы анау Шолтаңбай Қызылбайпақ Есуаспенен анау аталмыш ютубтегі Украина-орыс соғысы туралы болжал айтқыш сұмыра есек, сендер мына биліктің зұлымдығын айтуларың керек еді, бірақ айта алмайсыңдар, тілдерің қысқа. Ендеше халықтың назарын квартиранттарды қуып шыққан пайда көз квартира иелерін аударып нелерің бар? Солар ма мемлекетті қорлап отырған? Солар квартиранттарды қумай қойғанда орыстар, ойбай, қазақтар квартира бермеді деп кетіп қала ма екен? Қазақтың квартира иелері, пәтер иелері қиын екен, бізге бермей қойды. Біз 100 есе баға берсек те бермей қойды деп кетіп қала ма екен? Сондықтан мына логика, мынау нәрсені ойлау керек адамдар. Мемлекетке осыншама орыстарды қаптатып отырған қазіргі қазақ билігі ұлттың жауы, қазақ ұлтының сатқындары. Олар осы қылмыстар үшін, осы 1 миллионға жуық орысты қаптатып, мейлі өздері айтқан 98 мың орысты қаптатқан үшін олар ұлт сатқыны. Отанға опасыздық жасау қылмысы бойынша дарға асылуға тиіс. Сол бірінші дарға Тоқаев және оның командасы, Назарбаев және оның командасы, және осы қазіргі Қазақстанның құзырлы мекемесінде отырған әрбір министр, осы туралы мәу деп ауыз ашпаған барлық депутат, барлық құзырлы мекемедегілер, осылар ертең дарға асылуға тиіс. Еш шартсыз түрде қазақ жеріне мына оккупанттарды, басқыншыларды, ұлтымыздың ата жауын, қазақтарды ғасырлар бойы қырып келген, өсірмей, көгертпей, көктетпей келген мына орыстарды біздің жерімізге қаптатқан үшін бүгінгі биліктің құзырлы мекемелеріндегі маңызды тетіктерде отырған қазақтар шартсыз түрде дарға асылуы тиіс. Мүмкін бүгін болмайды, бірақ ертең біз Қазақстанда демократиялық Қазақстан орнатқанда бұларды ұлт сатқындар ретінде мемлекетке опасыздық жасау қылмысыменен дарға асамыз. Осы қылмыстардың өзі жеткілікті. Оларды ұрлағандар, жырлағандар, шетел асырған байлықтары, олардан сырт мына бүгінгі орысты қазақ жеріне қаптатқанның өзі отанға опасыздық жасау қылмысы, ұлтқа опасыздық жасау қылмысы. Мен қазіргі Қазақстанның қорғаныс саласында отырған, заң жасау саласында отырған, Қазақстанның құзырлы мекемелерінде отырған әрбір қазақтарға ескертемін. Барлығын қылмыскерсіңдер. Егер сен қылмысыңнан құтыламын десең, 5 жылдан кейін, мүмкін 10 жылдан кейін дарға асылып, ұрпағыңнан ұрпағыңа масқара болмайын демесең, онда сен мынау отанға опасыздық жасау қылмысының қақ ішінде жүріп, үнсіз қалғаның үшін сен сол қылмыскерлердің жақтасысың. Ендеше өзіңді құтқар. Үрім бұтағың ертең сені ұлт сатқыны деп қарайды. Үрім бұтағың сенің фамилияңнан безіп кетеді. Сенің тегіңнен безіп кетеді. Тіпті бүкіл руласың, бүкіл тайпаласың, сені біздің рудан шықты деместен безіп жоғалып кетеді. Себебі, дәл бүгін қазақ халқы үлкен сын кезеңде тұр. Бұл кешегі Жоңғар шапқан Ақтабан шұбырында Алқакөл сұламадан бір мысқал артық, бір мысқал кем емес. Дәл сондай үлкен апат. Ұлт жойылып кету алдында тұр. Сол заманда үш қазақтың екеуі қырылған болса, бүгінде солай. Бүгінде Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама бар болғаны, бүгінгі Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама, Аққұлақ шұбырында Алқакөл сұлама болып тұр. Ал бұл орыстар бүгін сұлама болып кел, ертең бәріңді сұлатады. Ұлт ретінде жойып жібереді, тәуелсіздігімізден айырады. Ал бұған үнсіз қалған барлық қазақ ұлт сатқыны болады. Сондықтан Қазақстанда не істеу керек? Наразылық таныту керек. Ереуілге шығу керек. Митинг ұйымдастыру керек. Ештеңе ұйымдастыра алмағандар әлеуметтік желіде видео үндеу тастау керек. Сөйлеу керек. Аудио, видео, жазба көтеру керек. Туыс туған, дос жаран, құда жегдас, кластас, курстас, сұлу жақ болып бәрі ұйымдасу керек. Сөйтіп наразылық таныту керек. Ауылдағылар ауылдық әкімшілік алдында, аудандағылар аудандық әкімшіліктер алдында, облыстағылар, қаладағылар, барлық сол құзырлы мекемелердің алдында топтасып наразылық таныту керек. Жаңағы сұмырай журналист сымақтар сияқты квартирант иелеріне, немесе пәтер иелеріне халықтың ашу ыза-кегін тудыру емес, барлық қылмыстың қайнар көзі қазақ билігінде. Осыны білу керек.
Ендеше қазақтар өте маңызды сын сәтте тұрсыздар. Біздің бұл лекциямызды жалпыға таратыңыздар. Әрбір қазақ ойлануға тиіс. Әрбір қазақ. Не ұлт болып қаламыз, қазақ болып қаламыз, не 100 жылдан кейін жұрт орыс тілінде сөйлейтін жұрт. Баяғыда қазақ дейтін халық болыпты, 30 жыл тәуелсіз болыпты. Назарбаев, Тоқаев деген қанішерлер билепті. Кейін сол халық жоқ болып кетіпті деп отыратын болады. Жер жүзінде жойылып кеткен халықта қисап жоқ. Біз сол жойылып кеткен, өмір сүруге құқық қалмаған сол халықтардың сапында жойылып кетіп жүрмейік. Біз еврей емеспіз. 2000 жыл отансыз жүріп, 2000 жылдан кейін өлген тілін тірілтіп, 2000 жылдан кейін жойылған мемлекеттің қалпына келтіретін. Біз еврей бола да алмаймыз. Оларды сақтап қалған діні, оларды сақтап қалған Таурат. Сол Тауратына тастай жабысып, сол Таурат арқылы дінінде, тілінде, елінде, мемлекетінде тірілтіп алды. Бізде ондай Таурат жоқ. Бізде ата-бабадан қалған осы жер ғана бар. Ал бұл жерімізге миллиондаған келімсек келсе, онда біз айырылдық. Құдай сақтасын одан. Ал мынау Қытай не болғалы жатыр? Қытайда міне бүгін Америкада 1 қазан, кеше Азияда 1 қазан болды. Қытай Коммунистік партиясының билік құрғанына міне 1949 жылы 1 қазаннан бері қанша жыл болды, есептей бересіздер. 1,5 миллиард Қытай халқы коммунистік, фундаменталистік, радикалдық, импершілдік, секталық топтың қанауында, езуінде жасап жатыр. Алдыңғы күні ғана Американың Азат Азия радиосына, яғни Америка конгресіндегі 2 медиа бар, Америка үні және Азат Азия, Азат Еуропа радиосы. Мен сол Азат Азияда сұхбат бердім. Шыңжаңда, яғни Шығыс Түркістандағы концлагерді жапты дегенімен, концлагер енді аталмыш карантин және қалаларды құрсаулау, қалаларды жабу, адамдарды ауашалап, аурудан айықтыру дейтін сылтаулармен қазақтарға, ұйғырларға, қырғыз, өзбек, татар, тәжіктерге геноцид жүріп жатыр деп дабыл қақтым. Тура сол айтқаным аудиомен де, мәтінмен де Америка медиасында жарияланды. Қытай да зұлымдығын тоқтатқан жоқ әлі. Қытай да зұлымдықты жасап жатыр. Ал көп жұрт айтады, Си Цзиньпин 1 қазанда мүлде көңілсіз отыр дейді. Иә, айналасына өзінің барлық қылмыстық топтарын жинап алып отыр. Көп жұрт айтады, Си Цзиньпин Самарқаннан қайтқаннан кейін 10 күн карантинде болды дейді. Онда Англиядан келген Си Цзиньпиннің орынбасары, мемлекеттің орынбасары төрағасы Уаң Чишан карантин талаптарын орындамай бірден 1 қазандағы жиналысқа қатысты. Енді көп жұрт айтады, баяғыда Дэн Сяопин жаңағы Хуагопыңның қолынан әскери билікті тартып алып, партия комитетінің төрағасын біреуге беріп, мемлекеттің төрағасын біреуге беріп тастаған сияқты Қытайда билік өзгерісі болады. Си Цзиньпин компартияның 1 хатшысы күйінде қалады, әскери істердің төрағасы басқа болады, мемлекеттің төрағасы басқа болады дейді. Ешкім болжай алмайды. Бірақ Қытайда да өте сұмдық бір сұрапыл өзгеріс болып жатыр. Оны өздері ешкімге білдіртпей отыр. Себебі Ли Кечаң мен Си Цзиньпиннің ара қатынасы тағы да ушыға түсті. Ли Кечаңның, яғни Қытайдың премьер-министрінің реформашыл, мынау экономиканы дамыту, Еуропа, Америкамен қатынасты жақсарту деген бағыт ұстанатын жұрттың бірі. Бәрі біледі. Ал Си Цзиньпин кәдімгі маушыл, ол мау заманы сияқты Еуропа, Америкамен жауласып өмір сүргісі келеді. Орыспен одақ болғысы келеді. Путинді қолдайды. Ал Ли Кечаң премьер-министрдің командасындағылар Қытайды үздіксіз экономикасы дамыған қуатты елге айналдыру үшін Америка, Еуропамен жақсы болу керек дейді. Бірақ осы жолы Ли Кечаң тағы да Қытайдың медиаларында реформа есік ашудан ешқашан айырылуға болмайды, Қытай экономикасын дамытудың жалғыз жолы сол деп отыр. Яғни реформаторлық жолды ұстанамыз деп отыр. Ал Си Цзиньпин ол туралы ләм-мим дей алмай отыр. Демек, мәлім деңгейде Си Цзиньпин мәлім деңгейде билігінің кейбір бөліктерінен айырылған сияқты. Ал Ли Кечаңның бұл сөзді тоқтаусыз айтуы Си Цзиньпинге ашықтан ашық сайыс жариялаумен
тепе-тең. Себебі Ши Цзиньпиннің әсіре радикалдық, әсіре маушылдық және әсіре Америка мен Еуропамен жаушылдық пиғылы Қытайдың байыған, дамыған, демократияланған, Еуропа мен Американың дәмін татқан жоғарғы жігіне капиталистерін ұнамайды. Бірақ Қытай бір құпия сырлы секта сияқты. Ешкім оның не болып жатқанын ешкім білмейді. Баяғыда Линбяо Совет одағына қашып, Қытайдың орынбасар төрағасы, Қытай компартиясының орынбасар бас хатшысы, Қытай әскери істер комитетінің орынбасары деген үш құқықта барлығында орынбасар болған Линбяо Совет одағына қашып, Моңғолияның Өндірқан тауында атып түсірілген кездің өзінде де қарапайым халық 6 айдан кейін, былайғы жоғарғы коммунистер 3 айдан кейін әрең білген. Демек, Қытай сектасында не болып жатыр? Оны бүкіл әлем біле алмай басы қатып отыр. Айналаңдағы орыс пен Қытайдың арам пиғыл осындай жағдайда, қалың елім қазағым, сен не шешпексің? Саған тек ояну керек. Сен кем дегенде Еуропа Американың қолдауына ие боламын десең, ендеше орысқа наразылығыңды танытты. Сен тымпиып үндемей отырсаң, сені Еуропада, Америкада құтқармайды. Көктен Иса пайғамбар түспейді, ахирет болмай. Жерден Махди шықпайды, ахирет болмай. Ертөстік тіріліп кеп сені құтқармайды. Алпамысты баяғыда өлтіріп тастағасыздар. Қабанбай батыр жоқ қазір. Өзіңді өзің құтқарасың, қазақ. Сені ешкім құтқармайды. Сен наразылығын танытасың. Қарапайым таксист, қарапайым шаруа адамы, қарапайым отбасында отырған әйел, қарапайым оқушы студент, қарапайым бақалшы саудагер, қарапайым малшы, егінші. Өзің құтқарасың. Нараз екеніңді білдіресің, айтасың, сөйлейсің. Сенің осы айтқаның үшін сенің басыңды шауып тастай алмайды. Түрмені толтыра алмайды. Бәрін соттай алмайды. Сол айта алмай, біреуге құтқарам екен деп, бүгежектеп отырған сайын, сен де құл боласың, ұрпағың да құл болады, үрім бұтағың да құл болады. Еуропа мен Американы азат қылған азаматтарының азат ойлылығы. Олар алдымен зұлымдыққа бірлесе отырып қарсы тұра алды. Әрбір азамат әділдікті жақтады, шыншыл болды. Сонымен демократия орнатып тұр. Егер оларда мен жемеген қарын боғымен пыссын дейтін көзқарастағы қауым болғанда, ешқашан Еуропа мен Америкада бүгінгідей әділ саяси жүйе орнамас еді. Жақсы, қалың елім қазағым, аман сау болайық. Бүгінгі лекциямызды естіген әрбір қазақ таратсын, бөліссін. Бөлісуге, таратуға міндетсіз. Сіз әрбір лекцияны әрбір таныс білсіңізге таратқан сайын, әрбір қазақ оянады. Сіз әр комментарий, әр лайк басқан сайын, әрбір комментарийға әрбір комментариймен жауап беріп, әрбір комментарийға әрбір лайкыңызды басып, осы лекцияның көрілімін арттырған сайын, оянған қазақ көбейе түседі. Әрбір оянған қазақ біздің сапымызға қосылса, қазақ халқын азат етуге біз бір қадам жақындай түскен боламыз. Қазақстандағы зұлымдықты аяқтатудың жалғыз-ақ жол бар. Ол Атажұрт партиясына қосылу. Атажұрт партиясына қосылу, ол осы қазақ халқы көрген 30 жылдық Назарбаевтық, Тоқаевтық диктатуралық жүйені тоқтататын жалғыз жол. Атажұрт партиясына мүше болу, қазақ халқы 30 жылдан бері тартып келе жатқан азапты тоқтататын жалғыз жол. Ғасырлар бойы орыс пен Қытайға бодан болдық, құл болдық, миллиондап қырылдық. Алдыңғы ғасырдың өзінде бізге 5 мәрте геноцид жүрді. Алтынымыздан, асылымыздан, ұлтымыздың қаймағынан айырылып қалдық. Қара табан, күс табан тобырымыз тірі қалдық. Сіз де, біз де сол тірі қалған бейбақтардың біріміз. Енді өзіміз бақытсыз өмір сүрдік екен деп, үрім бұтағымыз, бала шағамыз да бақытсыз болуға тиіс пе? Ендеше жалғыз жол Атажұрт партиясына қосылу. Себебі Атажұрт Қытайдағы геноцидті әлемге бірінші болып әшкерелеп, бүкіл дүние жүзінің алдында бедел жинады. Еуропа, Америка, Біріккен Ұлттар ұйымы, Еуропарламент Атажұртты біледі, сыйлайды, қолдайды. Атажұрттың мықтылығы соншалық, қылышынан қан тамған Назарбаев алдына келгенін істеп, артына келгенін теуіп, өзіне қарсы түс көрген қазаққа